Сәлем көрермен, сіздермен бірге 140 білім беру орталығы және Тоғжан Жайлаубек. Қазақ әдебиетінде, қазақ тарихында, қазақ қоғамында ешқашан ескірмейтін бір тақырып бар. Бұл қазақ халқының феномені Абай Құнанбайұлы. Бүгін Абай Құнанбайұлының әкесі Құнанбаймен байланысына, және Абай шығармашылығындағы махаббат тақырыбына, және Абай жолы мен Абайдың арасындағы байланысқа тоқталмақшымыз. Соңғы күндері қоғамды екіге бөлген бір пікір бар. Абайды Абай еткен Құнанбайдың малы дейді. Қоғамдағы бір кісілер бұл оймен келіссе, екіншілері үзілді-кесілді қарсы. Бірақ мұнда дауласатын нәрсе бар ма? Қарсы тараптың уәжі түсінікті. Бай баласы көп, бірақ қазіргі замандағы бай баласының бәрі Абай болған жоқ дейді. Сонымен қатар Абайды Абай еткен Құнанбайдың малы болса, неге Абайдың өз ағасы Тәкежан да Абай сияқты болған жоқ? Керісінше халықты, кедей жатақтарды қанап, қатыгездік танытты деген сауал қояды. Бірақ бұл сәтте біз Абай жолы роман эпопеясындағы Абайдың ағасы Тәкежанның образы да көркем образ екен ұмытпауымыз керек. Бұл да рас. Байлық адамның қалауында, талабында, талантында, еңбегінде алмастыра алмайды. Ал келісетіндердің ойы да орынды. Келесі тарап, балаңды асырау үшін емес, оқыту үшін мал жинам. Қазір қаншама студент әке-шешеме көмектесуім керек деп жұмыс істеп, оқуына толық көңіл бөле алмай жүр дейді. Бұл да шындық. Ал енді Абайдың жағдайына қарайтын болсақ, Абайдың әкесі Құнанбай Абайды туғаннан әртүрлі қисса, дастандарды оқуына, шығыс философиясын, батыс философиясын меңгеруіне үлес қосты. Тек қана Абайдың әкесі Құнанбай ғана емес, Абайдың өз әжесі Зере де, Ұлжан да бұл еңбекті сіңірді. Одан бөлек Абайдың қалада 3 жыл уақыт Ахмет Риза медресесінде білім алғандығы тағы бар. Осындай білімді алып, саралап келіп, қоғам ісіне араласқан Абайдың бейнесі өзге тұлғалардан биігірек тұрды. Сонда Абайды Абай еткен бұл білім. Ал Абайға білім деңгейін ұсынған Құнанбайдың малы екендігі ақиқат. Демек, қазіргі заманда да біз оқушылардың, студенттердің, тұлғалардың көбірек білім алу үшін олардың базалық қажеттіліктерінің жабылуына назар салуымыз керек деген ой ұсынылды. Құнанбайдың дәулеті Абайға ізденуге, білім алуға, өзінің ойын толықтыруға мүмкіндік жасады. Бірақ Абайды Абай еткен Абайдың өз талабы, өз ізденісі, өз еңбегі деп есептейміз. Демек, Абайды Абай еткен Құнанбайдың малы деуде дұрыс емес, немесе байлық адамға еш қажет емес деп ойлау да бір жақты пікір. Десе де, біз Абайды Абай еткен Құнанбайдың малы деген сөздегі Құнанбайдың малы деген пікірді тіркесті тек қана материалдық байлық, тек қана ақша, дәулет деп ойлауымыз да қате ой. Яғни, бұл жердегі Құнанбайдың малы дегенді біз рухани байлықпен, рухани көзқараспен қарасақ, онда Абайды бүтін бір ауылдың, Құнанбай басқарып отырған, Құнанбай әсер етіп отырған ауылдың тәрбиелегендігі анық. Құнанбай мен Абайдың диалогында Құнанбай Абайға егер мықты адам болсаң, онда Абай сияқты бала тәрбиеле деп те айтқан еді. Қазақ қоғамында бір баланы тәрбиелеу үшін бүтін бір ауыл керек деген тіркес қолданылады. Демек, Абайды Абай еткен оның қаншама айналасында өте көп фактор бар. Тек қана Құнанбайдың малы емес. Қоғам ойланып жүрген бұл сауалдардың барлығына Абай өзінің қара сөзінде жауап беріп кеткен. Мәселен, 41-ші қара сөзінде қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі нәрсе керек дейді. Біреуі бек зор үкімет, жарлық қолында бар кісі керек, үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салу керек. Дүниеде көп есепсіз ғылымның жолдары бар. Әрбір жолда үйретушілерге беріп, сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұнда халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хатта қыздар да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберсе, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сондай сол жастар жетіп, бұл аталары қартайып, сөзден қалғанда түзелсе болар еді дейді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастап қайтқандай жолға салып, тағылым берсе сонда түзелер еді дейді. Абай бейнесімен байланысты тағы да, егер қазаққа сөзіңнің өткенін қаласаң,
онда мал жей дегендей ой айтылады. Демек, осы қара сөздердің өзінде абай халықты өзгерту үшін екі нәрсені ерекше атап өтеді: білім беруге мүмкіндік және оны іске асырарлық дәулет дейді. Абай байлықтың күшін жоққа шығармайды, бірақ оның мақсат емес, адамды, ұрпақты, қоғамды өзгертуге жұмсалатын құрал ретінде қарастырады. Демек, Құнанбайдың малы деген тіркес бұл Құнанбайдың тәрбиесі, Құнанбайдың қанымен дарыған өнеге деп түсінуіміз керек. Сондай-ақ Абай Құнанбайұлы 10-шы қара сөзінде былай дейді: сол малды сарп қылып ғылым табу керек, малды жойып оны ғылымға айналдыру керек дейді. Өзің таба алмасаң, балаң тапсын. Ғылымсыз ақырет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім. Малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Мал тапқандағы қиындық, мал тапқандағы сезім және барлығы адамның ішінде қалады да, адамның тапқан малы жойылуы мүмкін. Немесе тағы да 33-ші қара сөзінде Абай мал керек болса, өнер үйренбек керек дейді. Өйткені мал жұтайды, өнер жұтамайды дейді. Абайдың түсінігінде рухани байлық қана адамның жан дүниесінде қалып, қалған материалдық байлық дүниеге, адамға, басқа да жағдайларға таралатынын, жойылатынын, кететінін жеткізеді. Және айтады: барында баймын деп мақтанады, жоғында маған да баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі. Демек, Абайдың өзі де малды мақсат емес, ғылымға жетелейтін құрал ретінде көрсетеді. Мәселе байлықтың бар жоғында емес, мәселе оны қайда жұмсағанымызда. Өмірлік шындық біткен жерде көркем шындық басталады. Бұл абай танушы Тұрсын Жұртбайдың Абай жолы роман-эпопеясына берген ең әділ бағасы. Тұрсын Жұртбай Абай жолы роман-эпопеясына байланысты Абай жолында бірде-бір тарихи шындық жоқ, бірақ Абай жолындағы бірде-бір көркем шындық жалған емес деген пікір айтады. Алғашында бұл сөзді естігенде біз ойланып қаламыз: қалай ғана Абай жолында шындық жоқ деп ойлануымыз мүмкін. Бірақ десе де бұл көркем шығарма. Демек, біз бұған дейін қарастырып келген өмірдегі Абай мен романдағы Абайдың бейнесі, тарихи Құнанбай мен шығармадағы Құнанбайдың бейнесінде алшақтық бар. Себебі Абай жолы роман-эпопеясы бұл тарихи энциклопедия, тарихи туынды емес, бұл көркем шығарма. Мұхтар Әуезовтің Абай жолын жазғандағы ең басты мақсаты әрбір оқиғаны дәлме-дәл жеткізу емес, қазақ халқының ұлттық кодын, ұлттық құндылықтарын сақтай отырып, жарты ғасырға жуық созылған тарихты ұлттық бедерде жеткізу. Сол арқылы халықты тәрбиелеу деп түсінеміз. Ендеше Абай жолы роман-эпопеясындағы маңызды тарихи деректерге, олардың өмірі мен көркем шындық арасындағы айырмашылығына назар салайық. Абай жолының бірінші томының бірінші тарауында қайтқанда бөлімінде Абай өзінің қаладағы оқуын аяқтап ауылына оралады. Бала шәкірт бүгінгі 3-ші күнге жолға ерекше махаббатпен, ынтызарлықпен келе жатыр, барын салды деген сөйлеммен басталады. Және Абай жолы роман-эпопеясында біз осы қайтқанда тарауында Абайдың анасы Ұлжанның, әжесі Зеренің, әкесі Құнанбайдың айналасындағы Майбасар сияқты өзге игі жақсылардың және Абайдың інісі Оспанға деген махаббатын байқаймыз. Ерекше сағынышпен келген Абай бірден анасы Ұлжанның тәрбиесіне тап болады. Абай сағынышын басу үшін әжесі мен анасына жақындап келе жатқан кезде Абайды жолдан әкесі күтіп тұрады. Десе де мұнда Құнанбай баласы Абайды емес, Абайдан кейін келетін, өзімен бірге маңызды мәселені талқылайтын сүйіндік, бөжей сияқты, байсал сияқты адамдарды, ағаларды күтіп отырған. Сонда анасы Ұлжан Абайды әкесі Құнанбайға сілтеп бірінші әкемен амандас дейді. Осындай сәттердің, осындай эпизодтардың барлығы Мұхтар Әуезовтің қазақ қоғамындағы тәрбиені халыққа Абай жолын бірінші оқып бастаған жас балаға сіңіргісі келгендігін байқаймыз. Және қайтқанда тарауы бізге Қодар мен Қамқа оқиғасы арқылы есте қалады. Шын мәнінде Қодар мен Қамқа оқиғасы Абайдың сәтінде, Абайдың көзінде орын алмаған. Бұл оқиға 1834-1837 жылдар аралығында
болған деп Тұрсын Жұртбай дерек қалдырады. Ал Абай Құнанбайұлы 1845 жылы өмірге келген. Демек, Абай туғанға дейін бұл оқиға орын алған. 19 ғасырдағы бұл қиын және адамдық моральды көрсететін мәселе Абайдың көзінде өте қауіпті, қатыгез жағдай ретінде шығармада сипатталады. Неге Мұхтар Әуезов Қодар мен Қамқа оқиғасын көркем шындық ретінде ұсынып, Абай өз көзімен көрді дейді. Себебі бұл көркем шығарма. Ал романның бастапқы бөлігінде оқырманды селт еткізетін, адамды қызықтыратын, бірден баурап алатын оқиға болу керек. Және дәл осы оқиға Қодар мен Қамқаның айналасында өрбиді. Тарихта Қодар мен Қамқа бір-бірімен жақындасқан, расымен де ашына болған, атасы мен келіннің арасындағы сезім бар деп сипатталады. Және тарихта Қодар мен Қамқаның оқиғасында Қамқаға қандай тілегің бар деген кезде, Қодарды көрсем, соны иіскесем деп айтады екен. Және Тұрсын Жұртбай осы жағдайларды айта отырып, бұл халықтың ішіндегі, қазақтың тәрбиесіндегі, қазақтың құндылығына сондай жат әрекет деп көрсетеді. Тіпті Қодар мен Қамқаны Абай жыл роман эпопеясында жұрт кесекпен атқылап, таудан құлатып, құздан құлатып өлтіртсем, ал тарихта Қодар мен Қамқаны таспен қоршап, оларды өртеп, тіпті сүйегін жер бауыр қабылдамайтын шығар деп, әлі күнге дейін Қодар мен Қамқаның тасы тарихта жазылған қара күйе сияқты сақталған екен. Ал Мұхтар Әуезов өзінің күнделігінде Абай Қодар мен Қамқа оқиғасы туралы естеліктерден, халықтың аузындағы әңгімелерден естіп болған, естіп білген дейді. Демек, Мұхтар Әуезовтің өзі де бұл оқиғаның көркем шындық екендігін растайды. Бұл көркем шығарма. Және көркем шығармада осындай деректер арқылы Құнанбайдың образын бірден Абайға қарсы қояды. Және Абай жыл роман эпопеясындағы Құнанбай мен Абайдың арасындағы жағдай ол тартыс. Мәселен, Чеховтың, Достоевскийдің әлем әдебиетіндегі шығармаларында да жаңа буын мен үлкен буынды бір-біріне қарсы қояды. Бұл екі буынның арасындағы тартыс неден туып тұр? Бұл революцияға алып келеді. Яғни жас буынның аға буынға қарсы шығуы жаңа замандағы үлкен бір төңкерісті тудырады. Абай мен Құнанбайдың арасындағы қарым-қатынас та дәл осындай 19-20 ғасырлардағы төңкерісті революцияны көрсетеді деп айтсақ болады. Кейіннен Мұхтар Әуезовтің Абай жыл роман эпопеясы жазылып аяқталғаннан кейін Құнанбайдың көзін көрген Шығыс Қазақстандағы, Шыңғыстаудағы жақсы кісілер Құнанбай өмірде мұндай қатыгез емес еді-ау. Осындай дұрыс емес әрекеттерді жасаған халыққа әділ баға берген және халыққа келесі буынға бұндай әрекеттерді қайталауға болмайтындығын көрсеткен Құнанбайды неге сен жаңа оқырманға осындай қатыгез қылып көрсеттің деген ренішін білдіреді. Ал 20 ғасыр Мұхтар Әуезовтің шығарманы жазған уақытында Ресей билігінің, Ресей халқының қазақ әдебиетіне ерекше цензура жасағаны белгілі. Және бұл уақытта, ондай коммунистік уақытта Құнанбай сияқты қазақ қоғамынан шыққан бай кісілерді, феодалдарды мақтауға, оларды үгіттеуге, насихаттауға болмайтын еді. Сол үшін де Құнанбайдың бай образын шығармадан алып тастай алмайды, бірақ бай болса да осындай қатыгез болды, жастардың махаббатына, адамдардың арасына қарым-қатынасқа қарсы шықты деп көрсету арқылы осы цензурадан, осындай ерекше бір сыннан құтылды деп айтсақ болады. Оны қырағы көрермен әлі де түсінеді. Абай жыл роман эпопеясындағы келесі маңызды тарихи оқиға бұл Мұсақұл соғысы. Абай жыл роман эпопеясында Бел-Белесет тырауында Мұсақұл соғысы Мұсақұл деген жерде орын алады. Бұл соғыстың туына Абайдың тегі Ырғызбай әулеті мен Жігітек, Бөкенші, Көтібақ рулардың арасындағы тартыс себеп болады. Себебі Құнанбай Құлыншақ сияқты, Бөжей сияқты, Сүйіндік сияқты кісілерді өзінің жақсы жайылымынан көшіріп, жақсы қонысты өзіне иемденген. Себебі 19 ғасырда Құнанбайдың заманында кімде жер көп болса, сода мал көп еді. Ал кімде мал көп болса, байлықта, билікте сода еді. Сол ішінде тарихта жесір дауы, жер дауы жиі орын алған және Құнанбайдың жерге деген таласы, жерді иеленуге деген ынтызарлығы Мұхтар Әуезовтің сипаттауымен беріледі. Ал тарихта бұл Мұсақұл соғысы 1846 жылы орын алды деген дерек бар. Себебі Абайдың әкесі Құнанбаймен бірге жүрген зерттеуші Адольф Янушкевич өзінің 1846 жылы Құнанбаймен бірге жүрген күнделігінде мынандай дерек береді. Құнанбай ауырған бесіктегі баласын ешкінің майымен
емдеп жазып алды. Кейін ру арасындағы қақтығысқа байланысты асығыс еліне қайтып кетті деп жазады. Тарихшылар бұл қақтығыстың 1846 жылдың күзінде болғандығын алға тартады, және бұл дәл осы мұсақұл соғысымен байланысты орын алуы мүмкін. Ал Абай 1845 жылы дүниеге келсе, бұл тарихи оқиға орын алып жатқан сәтте бір жасқа енді толған сәби еді. Демек, тарихтағы Абай, Байсал, Сүйіндік, бөжейлердің ортасында билік айтып жүруі мүмкін емес деген дерекке келеміз. Не себепті Мұхтар Әуезов бұл оқиғаны 1860-1863 жылдардың аралығында болғанда етіп романда суреттейді. Себебі бұл Абайдың 13-тен асып, отау иесі болатын жасқа жетіп, азаматтық бейнесі таныла бастаған. Және сол бел-белесе тарауында қай кісінің, қай ағаның, қай болыстың қандай деңгейдегі бейнесі бар екендігін тани бастаған кезі еді. Сондықтан 14-15 жасында Абайды азамат ретінде ағайындарға ақыл айтып, жұртқа билік жүргізді. Және оларды осы бір дауда құтқарып, бәріне куә болды дегендей көрсету мақсат болған. Яғни азамат болып қалыптасқан Абайдың бейнесін көрсету осы мұсақұл соғысымен, тарихи оқиғасымен байланыста беріледі. Десе де бұл көркем шындық. Абай жолы роман эпопеясындағы келесі маңызды тарихи оқиға бұл бөжей асы. Шын мәнінде бөжей мен Құнанбай бір-бірімен араз еді. Себебі Құнанбай бөжей отырған жайлауда өзінің үлкен шешесіне бермек болады. Және бөжей Құнанбайға қарсы шығып, жерімді бермеймін деп өзінің пікірін алға тартады. Осы үшін арнайы Қарқаралыға Абайды шақыртып, Абайдан әкесі Құнанбайды шақыртып, Құнанбаймен бірге бөжейді шақыртып, іс жүргізілген еді. Кейіннен Абайдың қарындасы Құнанбайдың қызы Кәмшатты бөжейдің еліне аманатқа береді. Кәмшат та қаза табады. Кәмшат қаза тапқаннан кейін бөжей де қаза табады. Бұл оқиғаны біз Абай жолында Кәмшат оқиғасы дейміз. Бірақ мәселе осы бөжейдің асында. Шын мәнде жолда тарауында Қарқаралыда Абай, Абайдың қарсы бетіндегі бөжей, бөжейдің жанындағы байдалы байсалдар кездескен сәтте, бөжей басқа қасындағылардың сөзін тыңдамай, Құнанбайдың бөлтірігі десе де Абайға ерекше мейіріммен, махаббатпен бата береді. Себебі бөжей Абайдың көзінен мейірім көрген еді. Бұл романдағы сюжет. Және Абай бөжейдің асын өткізетін сәтте, әкесі Құнанбайдың алдына келіп, не себепті біз бөжейдің асын өткізуге қатыспаймыз? Бізге бөжейдің асына ат салысу керек деп ой айтады. Ал әкесі Құнанбай болса, онда бар аяғына бас ұр, байсал байдалылардың дейді. Және десе де Абайдың қасына өзінің сенімді інісін, серігін көмекші ретінде Ізғұттыны қосып береді. Және Абай расымен де 300-дің бас қосқан жиынында бөжейдің асында маңызды басқарушы, елдің басын қосқан, асты сапал өткізген адам ретінде көрінеді. Және бөжейдің нағашыларын Сыбан руын ерекше құрметпен қарсы алады. Шын мәнінде бұл жағдай бөжейдің асы 1850-1851 жылдар аралығында өткен деген дерек бар. Ал бұл уақытта Абай расымен де бар болғаны 5 жаста еді. Десе де не себепті Мұхтар Әуезов шығармадағы көркем шындықта Абайдың бөжей асын атқаруын ерекше атап өтеді. Себебі мұнда бөжейдің асы арқылы 300-дің осындай ел ағасын сыйлап, барлығының бас қосып, аста қымыз ішіп, ән айтып, ақындардың бас қосып, одан бөлек қаншама ойындардың көрсетілетінін жеткізгісі келген. Бұл арқылы ұлттық құндылықтарды түсіндіреді деп ұғамыз. Демек, бөжейдің асында Абайдың өткізді деген шығармадағы көркем шындығы бұл тек қана көркем шындық күйінде қалады. Аға буын мен жас буынның арасындағы тартыс революцияны көрсететіндігін Қодар мен Қамқаның оқиғасында айтқанбыз. Дәл осындай тартыс Үмітей мен Әмірдің арасындағы сезімде де көрінеді. Үмітей Дүтбайға ұзатылып бара жатқан кезде Әмір жолдан келіп Үмітейді тоқтатады. Және осы жағдайды естіген Құнанбай Әмірді әбден сабатысына түсірмек болады. Ал Абай болса Әмірдің жағына шығып, Құнанбайдың Әмірді таяқ жеткізбеу үшін барынша тырысады. Десе де, біз Құнанбайды екі жастың, екі ғашықтың арасына түскен ең бір қатыгез адам ретінде көргенімізбен, Құнанбай жеті атадан қыз алыспау деген салтты орындаған ең әділ, ең реалист, ең нағыз қазақы түсініктегі адам. Себебі Құнанбайдың немересі Әмір Құдайбердінің баласы.
ал Үмітей Ысқақтың қызы. Демек олар бір ағайыннан, бір атадан тараған өте жақын телми туыс. Қазақ халқында бұндай жағдайға, бұндай сезімге, бұндай махаббат оқиғасына жол беруге болмайды. Ал енді не себепті Абай осы Әмірдің жағына шықты десек, Абайдың да өмірінде өз қалауынсыз Ділдәға үйленген сәті бар. Абайдың да өмірінде өз еркінен тыс Тоғжаннан айырылып қалған сәті бар. Дәл сол сияқты Абай жастардың жағына шығып, олардың махаббатын қолдауға тырысып, және өзінің орындалмаған арманын басқалардың жағдайында мүмкін көргісі келген шығар. Десе де бұл жүзеге аспайды. Және Абай жолындағы көркем шындықта Әмір Құнанбайдың қарғысын алғаннан кейін аз уақытта ауырып қаза табады. Демек, дәл осы оқиға да Үмітей мен Әмірдің арасындағы жағдай да Құнанбайдың бейнесінен, Абайдың революциялық төңкеріс көзқарасымен Құнанбайға қарсы шыққанын көрсетеді. Бұл да көркем шындық. Абай жолы роман-эпопеясы кеңестік идеологияның уақытында жазылған. Және ол уақыттағы әдебиетке қойылған басты талап феодалды қоғамды сынау еді. Демек, Абай жолында тек қана Құнанбайдың бейнесі бай болғандығы үшін жағымсыз мағынада көрсетілмеген, сонымен қатар Абайдың алғашқы некелі жары, атастырылған бәйбішесі Ділдәнің да бейнесі өзгертілген. Бұл жайында Тұрсын Жұртбай өзінің еңбектерінде мынандай естелікті ұсынады. Жазушы Әлжаппар Әбішевтің айтуынша, кітап КСР мемлекеттік сыйлығына ұсынылардың алдында ол Мұхтар Әуезовке мынандай ой ұсынған екен. Кедейдің қызы Әйгерімді жағымдырақ, ал байдың қызы Ділдәні жағымсызырақ көрсетіңіз дейді. Әуезов алғашында бұл ойға қарсы болады. Бірақ дәл кейіннен осы пікірді тыңдағанның арқасында біз шығармада екі әйел адамның, екі таптың бір-бірімен қарсылығын байқаймыз. Себебі Ділдә шынымен де Әйгерім ән салған кезде, мәселен, жайлауда тарауында Біржан Сал Әйгерімнің отауында қонақ болады. Және Әйгерімнің дауысы шыққан сәтте, мына сәттегі Ділдәнің қасындағы үлкен шешесі Айғыз, Ұлжандар, мына кедейдің қуысы басын, дауысы шықпасын бұдан бұлай деп арнайы кісі жібертіп, Әйгерімнің үнін басқызуға тырысқан деп көркем шындықта Мұхтар Әуезов ұсынады. Ал енді дәл осы тарихи деректерге назар салсақ, бұл ақпараттың да, бұл жағдайдың да шындыққа жанаспайтындығын түсінеміз. Демек, тарихи тұрғыда Ділдә Абай әулетінің берекесін кіргізген жан еді. Ал Әйгерім өзінің өмірінде Абайдың сеніміне сызат түсірген, Абайға сатқындық жасаған, Абайдың көңілін қалдырған сәттер бар. Бірақ біз бұл ақпараттарға емес, Абай жолындағы Әйгерімнің Абай қаза тапқанға дейін жаны қиналып ауырған сәтінде қасында болған адал жар ретінде ғана қабылдаймыз. Бұл да тарихи шындық пен көркем шындықтың арасындағы алшақтық. Абай жолының 3 және 4 томында Абайдың бейнесінің аға дәрежесіне көтерілуіне дейін ерекше әсер еткен бұл Абайдың қарсыласы Оразбай. Шын мәнінде Абайдың інісі Оспанға ешқандай байлық та, ешқандай бала да бітпеген еді. Сондықтан Оразбай ендеше мен елдің билеушісі болайын деп Абайға өмірде ұсыныс айтқан. Және Абай өзінің інісі Оспанды қолдаған екен. Және шығармада көркем шындықта Оспан болыстыққа сайланады. Ал Оспанмен бірге болыстыққа таласқан бұл Оразбай еді. Және Оспанның қазасынан кейін де Оразбай осы кегін ұмытпайды. Оспан қаза тапқаннан кейін Оразбай кегін алу үшін Абайға қарсы шығады. Абайға қарсы ұран тастайды, Абайдың сөзін сөйлемейді. Және тіпті шығармада да, өмірде де халықтың айту бойынша Оразбай Абайды кісі жалдап соққыға жықты деген дерек бар. Ал шын өмірдегі халықтың естілігіне назар салсақ, Оразбай жақсы кісі еді. Және Абайдың баласы Тұрағұлдың қызы Ақлияның дерегі бойынша бізге Абай әкем қаза тапқаннан кейін бірден-бір көмектескен кісі болса, ол осы Оразбай еді дейді. Не себепті Абай жолы роман-эпопеясында Оразбайдың бейнесін қатыгез адам ретінде көрсетеді. Өмірде ақ пен қара бар. Өмірде жақсы мен жаман бар. Фильмдерде де нағыз қаһарман мен антагонист бар. Біз құл мен ханның арасындағы айырмашылықты, жібек пен жүннің арасындағы айырмашылықты, сұңқар мен қудың арасындағы айырмашылықты тек екеуі қатар тұрғанда, оларды шендестіріп, бір-біріне қарсы қойғанда ғана байқаймыз. Сол сияқты, Абай жолындағы ең бір ақ, халықтың жағдайын ойлаған, халыққа әрқашан жақсылықты тілеген адам Абай болса, керісінше Абай сияқты адамдардың жолында қарсы шығып, оған
кері сөйлейтін, оған тиісетін, оны аяғынан жалатын әділетсіз бейне ол Оразбай еді. Демек, Оразбай да Мұхтар Әуезовтің жасаған портреті, Мұхтар Әуезовтің жасаған образы. Оразбайдың бейнесі арқылы Абайдың бейнесі өсті, аға дәрежесіне жетті, елге ақыл айтатын ең бір әділ жолдағы күресушіге айналды. Тағы да бір мәселе, бұл Абайдың отбасы. Абайдың 3 жары болған деп есептейміз. Оның бірі атастырылған некелі жары Ділдә, екінші Абайдың өзі таңдап сүйген жары Әйгерім, және үшінші Оспанның қазасынан кейін Абайға әмеңгерлікпен берілген Еркежан. Және шығармада Абай жолы роман эпопеясында Еркежанның есімі жоқтың қасы. Не себепті Мұхтар Әуезов шығармаға Еркежанның есімін қоспаған? Бұл жайында ол өзінің көзінің тірісінде ЖМПУ-дағы студенттермен кездесуінде былай деген екен. Абайдың бейнесі гуманистік бейне. Қалай ғана Абай сияқты гуманист тұлғаны бірнеше жар алған адам ретінде ұсынарымды білмедім. Және Абайдың 3 әйелі болғанын социалистік реализмге қалай енгізерімді білмедім деп жауап берген екен. Абай Құнанбайұлы Red Flag па, әлде Green Flag па? Абайдың өлеңдеріне талдау жасау арқылы осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Абайдың түсінігінде махаббат ол өте терең және саналы адамның қол жеткізетін сезімі. Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар дейді. Демек, Абайдың түсінігінде адамның жүрегінде махаббат болмаса, ол саналсыз жануармен, хайуанмен бірдей дәрежеде көрсетіледі. Және Абайдың ойындағы махаббат ол тек қана қарсы жыныстағы адамға ғана емес. Абайдың ойындағы махаббат ол өзіңнің өскен ортаңа, ата-анаңа, айналаңа, өзіңнің ісіңе және қоғамға деген махаббат деп түсінсек болады. Көп адам Абайды тек қана ағартушы, философ, тұлға, ұстаз ретінде ғана таниды. Бірақ десе де қазақ әдебиетіндегі махаббат тақырыбында лирик ретінде Абайдың жүрегі нәзік болғандығын түсінеміз. Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар, қызықтан өзге қалсаң бос, қатының, балаң, досың бар дейді. Демек, Абай қазіргі 21 ғасырдағы жалғыздық дертіне қарсы шығады. Адам жалғыз жүріп жол таба алмайды. Адам жалғыз жүріп жорта алмайды. Сондықтан Абайдың адамның қасында әрқашан оның отбасы, жолдасы, махаббатын бөлісетін тұлғалар болу керек деп есептейміз. Ал Абайдың түсінігінде сұлу деген кім? Жалпы сұлу емес, сүйген сұлу дейміз. Ал Абайдың көз қарасындағы жігіт ғашық болар, адам ғашық болар сұлудың образын қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, аласы аз, қарасы көзі нұр жайнайды. Жіңішке қарағасы сызып қойған бір жаңа ұқсатамын туған айды. Маңдайдан тура түскен қырлы мұрын, ақша жүз, ал қызыл бет тіл байлайды. Аузын ашса көрінер кірсіз тісі, сықылды қолмен тізген іш қайнайды. Сөйлесе сөз әдепті әм мағыналы, күлкісі бейне бұлбұл құс сайрайды. Демек, Абайдың ойындағы сұлулық бұл әдеп пен ақылда. Яғни тән сұлулығына емес, Абай жан сұлулығына назар салады. Абай тек қана қыздың сұлулығы туралы ой айтпай, жігіт те, ғашық жігіт те, қазақ жігіті де қандай болу керек екендігі туралы былай дейді. Жігітті жұрт жақтаған қыз мақтаған, кей жігіт мақтан үшін қылық қылмай, бойында майдалық пен сыр сақтаған. Кей жігіт арсыздықтан ұят сынбай, қол жетпес нәрсеге тыртақтаған дейді. Бұл жерде жігіттерді сынап тұр. Лайықты қызға лайықты жігіт болу керек дейді. Шын көңілмен сүйсе екен, кімді сүйсе? Бір сөзімен тұрса екен, жанса күйсе. Қырмызы қызыл жібек бозбаулар, оңғақ бұлдай бұлғайды бір дым тисе. Адамның жас күніндегі іштегі махаббаты сақталып, расымен де өзінің сүйген жанына қосылып, өмір бойы өзінің сүйген адамын лайықты түрде сүйіп өтсе екен дейді. Ал Абай жар таңдауға да өлшем ұсынған. Сонда жастарға ең маңызды кеңестердің бір ретінде: біреуді көркі бар деп жақсы көрме, лыпылдақ көрсе қызар нәпсіге ерме. Әйел жақсы болмайды көркіменен, мінезіне көз жетпей көңіл берме дейді. Яғни Абай адамның ішіндегі, қазіргі тілмен айтқан кездегі қызығушылықты, ғашықтықты, яғни сүюді ара жігін ажыратып көрсетеді. Сен сұлулығымен қатар жанын сүйген адамды ғана таңдауың керек. Негізгі талап осы дейді. Қатының сені сүйсе, сен де оны сүй. Қоржаң суық келеді, кей сасық ми. Ері ақылды,
қатыны мінезді боп, тату болса райыс үстіндегі үй. Ері ақылды болса, әйелі мінезді болса, тату үй, тату отбасы сонда құралады дейді. Жасаулы деп, малды деп байдан алма. Кедей қызы арзан деп құмарланба. Ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан ғапыл қалма дейді. Яғни махаббатта өлшем болмау керек. Тәрбиеде, арда, түйсікте өлшем болу керек. Жасаулы деп, малды деп, кедей қызы деп адамды материалдық деңгейіне бөлмей, өзінің жанын қалаған, шын ғашық болған адамыңды таңда дейді. Десе де, адамның бойындағы ғашықтық сезімі мен құмарлық сезімін екіге ажыратады. Ғашықтық құмарлықпен ол екі жол. Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол. Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым, мен не болсам болайын, сен аман бол. Құмарлық нәпсіден, ғашықтық жүректен. Құмарлық өзің үшін, ғашықтық сүйгенің үшін. Сондықтан Абай, мен не болсам болайын, сен аман бол деп, адам өзінің сүйген адамы үшін ішіндегі, өміріндегі жағдайды тәрк етуге, қиюға, құрбан етуге дайын болғанда, ол нағыз махаббат деп көрсетеді. Ал Абай шын ғашық адамның күйі, шын ғашық адамның бейнесі қалай суреттеледі дейді. Ғашықтық келсе женер бойыңды алып, жүдетер безгек ауру сықылданып. Тұла бой тоңар, суыт, үміт үссе, дәмеленсе өртенер, күйіп жанып. Адамда, ғашық адамда үміт болса қуанат, үміт үзілсе күйет. Сондықтан ғашықтықтың да бір күй екендігін көрсетеді. Абайдың ойында махаббат тек адамның ішінде ғана емес, ол табиғатпен де үндес. Желсіз түнде жарғай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп деп, адамды тек қана адамға деген махаббатпен шектеуден алыстатады. Абайдың өмірінде, Абайдың махаббат тарихында ең көп айтылатын тақырып тоғжан. Және тарихшылар арасында бұл тақырыпқа қатысты түрлі пікір бар. Бірақ ақын өлеңдерінен айырылудың, сағыныштың, қол жегіппеген махаббаттың ізі анық байқалады. Сонда Абай, ауру жүрек ақырын соғады жай. Шаршап қалған кеудеме тулай алмай. Кейде ыстыққан басып кетеді оны, дөңбек жеген түндерде тынши алмай дейді. Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да, дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да. Бұл тармақтардың, бұл жолдардың нақты кімге арналғанын бізге дәл айту қиын. Бірақ десе де біздің көңіліміз, біздің ойымыз бұл Абайдың тоғжанға арналған сөздер шығар деген болжаммен қала береді. Ал сіздің ойыңызша, Абай өзінің өмірінде шынымен де кімді жақсы көрді? Және Абай ред флаг па, грин флаг па? Пікірге жаза етіңіздер. Соңғы жылдары халықтың арасында даулы гипотеза пайда болды. Зәуре Батаева Абай Құнанбайұлының бейнесін Алаш азаматтары жасаған дейді. Немесе Әлихан Бөкейханұлының бейнесі Абай образына кіріктірілген дейді. Бірақ десе де бұл тек қана болжам, гипотеза. Және халықтың арасындағы Абай танушылар бұл пікірге қарсы шығады. Соның ішінде Тұрсын Жұртбай халықтың арасындағы Абай сияқты ұлттық дәрежедегі тұлғаны бұндай болжамдармен балағаттауға болмайды дейді. Мәселен, Европада Гете, орыс халқында Пушкин бүкіл халықтың бейнесін көрсететін феномен болса, қазақ халқының мүлдем есіміне дақ түсіруге келмейтін тұлғасы бұл Абай Құнанбайұлы дейміз. Сондықтан бұл мақала, бұл пікір тек қана пікір күйінде қалады. Ал шын мәнінде Абай мен Әлихан Бөкейхановты не байланыстырады? Әлихан Бөкейханұлы Абай Құнанбаевты зерттеушілердің алғашқысы деп айтсақ болады. 1905 жылы ол Абай туралы арнайы мақала жазып, ақынның өмірі мен шығармашылығын жоғары бағалайды. Және өзге де алаш азаматтарымен бірге отырып, Абай Құнанбайұлының шығармаларын зерттеп, жинақтап, кітап етіп басып шығарды. Демек, Әлихан Бөкейханұлы Абайдың бейнесін ұлықтаушы, алаш азаматтарының бір ретінде, Абай танушылардың алғашқылары ретінде қарастырамыз. Қазіргі 21 ғасырда не себепті Абай жолын оқу керек деген сұрақ үлкенді де, жасты да алаңдатады. Және бұл сұрақтың жауабын тек қана әр оқырман, әр қазақ өзі шешу керек.
Шын мәнінде Абай жолында тек қана тарихты, жарты ғасырлық 19 ғасырдағы халықтың жағдайын ғана көрмейміз. Тек қана тарихты, қазақтың өткенін ғана оқымаймыз. Шын мәнінде Абай жолында біз бүгінді және келешекті байқай аламыз. Себебі ұлт болып қалыптасу үшін, ұлт болып сақталу үшін ұлттық кодты, ұлттық құндылықты, тәрбиені және 19 ғасырдан бері дәл қазіргі 21 ғасырға дейін өзінің бастауын жоғалтпаған мәселелерді тану маңызды. Сол мәселелерді білсек, қазіргі мәселелердің өзегі қайда жатқанын да түсіне аламыз. Мен кіммін, не істеймін, болашақта немен айналысамын, қайдан шықтым, не істеуім керек, баламды қалай тәрбиелеймін деген сұрақ көп адамды ойландырады. Және бұл сұрақтың барлығының жауабы Абай жолы роман-эпопеясында ұсынылған. Біз қазір 21 ғасырда қуыс кеуде заманында әртүрлі психолог, әртүрлі коучтарды жағалаған өмірде сүріп жатырмыз. Бірақ бұл қиындықтың, бұл сергелдеңнің алдын алу үшін, егер біз қазақ әдебиетіндегі көркем шығарманы оқысақ, миымыздағы сан түрлі сұрақтарға жауап аламыз. Тіпті бізді алаңдатып жүрген кейбір мәнсіз сұрақтарда өзімен өзі жоғалып кетеді. 15 жаста оқыған Абай жолы бір басқа. 30 жаста оқыған Абай жолы бір басқа. 60 жаста оқыған Абай жолы бір басқа. Әр өмірдің кезеңінде оқыған Абай жолынан біз дәл сол өміріміздің кезеңіне лайық сұрақтарға жауап аламыз. Сондықтан әр қазақ өзі үшін Абай жолын оқуым керек деп саналы деңгейде шешуі тиіс. Және ол шешімді ешкімнің ықпалынсыз әр қазақ өзі қабылдауы керек. Осымен Абай Құнанбайұлының өмірі туралы даулы сұрақтарға жауап беретін, Абай Құнанбайұлының өмірі туралы, Абай жолы роман-эпопеясы туралы тарихи деректерді ұсынған және абайтанушылардың пікірін ұсынған біздің жобамыз өзінің мәресіне жетті. Бүгінгі шығарылымда түйген ойларыңызды және ұсыныстарыңызды пікірге жазсаңыздар болады. Келесі шығарылымда қандай тұлғаның өмірі туралы талдап, қандай сұрақтарға жауап бергенімізді қалайсыздар, сіздерден кері байланыс күтеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.